Сәлем достар, сіздер Қалыштың асханасына қош келдіңіздер. Мен сіздерге өз асханамдағы Майкок асхана роботымен таныстырғым келеді. Мен оны кішкене келін деп атаймын. Оның мүмкіндігі өте көп. Испания елінен шығарылған. 2024 жылы үлкен брендке айналған. Бір жылдан бері пайдаланып келемін. Қазір сіздерге қиярдан сок жасап көрсеткім келеді. 2 қиярды 1 сағаттай тұз бен аз сода қосылған суға ұстадым. Қазір бұны уақтап турап саламын да оны роботке дайындаймын сок жасауға. Қиярдан да емес сол сияқты оған да ақ көк, ақ желкен, көк алма, шпинат қосып, балғын жасық согында жасап шығаруға болады. Оны алда уақытта көрсететін боламын. Қияр салатында түрлі жеміс-жидектер қосып, тек шырын ғана емес салат түрлерінде жасауға болады. Міне қиярды салатынан жасаған 1 ас қасық лимон соғын сығып алдым. Үстіне құямын. Лимон түрлі асы дәруменіне бай. Ол ішкі ағзаның жасаушаларына сіңіп, ас қорыту жүйесін жақсартып, қоректендіреді. Сондықтан лимонды барлық тағам түрлеріне қосуға болады. Лимонның адам ағзасында үлкен балғын және дәмді қасиеті өте зор. Міне қиярды мен бірнеше бөліктерге бөліп турап, роботтың ыдысына салып жатырмын. Қияр өзінің қазір әсермен қосылып, роботтың 100 мыңдық киловатт күшіне арналып, кислородтық өнім береді. Енді қазір осы роботты қоса отырып, келесі 1 шай қасық әселді қосып, әселдің де түрлі глюкоза мен дәрумендерге бай екенін айтып кеттім. Ол көбінесе қабыну процесі кезінде әселді сүтке қосып, түрлі жеміс-жидектер салаттарына қосылатын. Сондықтан міне 1 шай қасық әселді роботтың ыдысына салдым. Енді келесі дайындайтынымыз, ол мынау асханадан фильтрінен 200 грамм үстіне су құйып алдым да, сол тураған қияр мен лимон шырын ол әселмен қосылып езіп араластыруға болады. Кез келген шырын суға шыланып қоспа жасайды. Міне бұл қоспаны мен қостым. Робот 10 000 мөлшерде қосылды. Ары қарай қияр салаты, қияр шырыны дайын болды. Енді қазір қияр соғын өзім бойына құйып, міне робот маған 4 қоспадан қияр соғын жасап берді, қияр шырынын. Оны енді мен қазір осы ыдысқа құйып жатырмын. Жай ғана шырын емес, бұл кислородный сок болып шықты. Кислородный сок адам ағзасына өте қажет. Жалпы барлық тағамның ішінде кислород өте дәмді, сіңімді, әрі дәрумендерді бойына сіңіре алатын қасиетке ие. Енді мен тәп-тәтті дәмді кислород шырынды 2 қиярдан жасалған сокты таңғы ас пен түскі ас аралығында ішуге кеңес беремін. Кешкі астың орнына смузи жасауға болады. Кеңес тыңдағандарыңызға рахмет. Осыны жасап ішіп тұрыңыздар. Сау болыңыздар.